Сәлем каналымның тұрақты көрермендері, бүгін сіздермен диетический овсяный кекс дайындайтын боламыз. Өте қарапайым рецепт, бір жасағаннан идеально шығады. Ең алдымен каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз, алдағы уақытта папа рецептерді көп салатын боламын. Кексті дайындау үшін бізге алдымен 3 жұмыртқаны 100 грамм қант қосып, аппақ көбік болғанша 10 минуттай миксерлейміз. Үстінен 80 грамм еріген бөлме температурасындағы сары майды саламыз, және де айран саламыз. Айран бізде 60 грамм болу керек. Кез келген фирманың немесе қолдың айраны болсын жарай береді. Және де азырақ шымшым тұз саламыз. Жақсылап миксерлейміз. Бір шай қасық ванилин саламыз. Мына жерде құрғақ заттарымызды қосып араластырып аламыз. Бұл жерде 150 грамм ұн, 50 грамм овсянка және 2 шай қасық қопсытқыш бар. Егер қарапайым кекс жасаймын десеңіздер, овсянканың орнын ұнмен алмастыруға болады. Ыдысымызға қоспаның барлығын салмаймыз. 3-ге немесе 2-ге бөліп салып, жақсылап миксерлеп араластырып аламыз. Осы кезде пешімізді қосып, қыздырып дайындап қоямыз. Енді формамызға массаларымызды салып шығамыз. Кез келген форма болады. Қағаз болсын, силикон болсын. Менде осындай форма бар. Сол себептен осыны пайдаландым. 2 қасықтан жартылай етіп салып шығамыз. Кексіміз 190 градуста 20-25 минут піседі. Овсяный кексіміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Перизат, назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын.